Бүгін біз лағман сорпа жасайын деп жатырмыз. Бізге керекті сұйық май керек болады. Шетелдік майымыз құямыз. Қатты көп дейміз, аз да емес. Содан кейін бізге осындай етті жұқалаған туралы болгарский бұрыш, пияз және морковь керек болады. Бәрін қосып керекті тұзын салып аламыз. Енді осындай чесногымызды қосамыз. Осыны өте жақсылап қуырып алып, осы картошкамыз, осы етіміз жақсылап қуырғаннан соң көбіктеп туралған картошкаларымызды салып жібереміз. Одан кейін осында домашний томатымызды саламыз. Дәмділеу болу үшін. Осы қайнаған біздің лағман сорпамыз дайын болды. Осына лағманымызды отдельно жасап алғаннан кейін осындай сорпамызды үстінен құйып шығамыз. Достар, лағманымыз дайын болды. Өте дәмді, үй жағдайында жасап көріңдер. Ас болсын дейміз тек қана.